Газдалған суымызды құямыз. Рецепт описанияда болады. Газдалған сусынымыздың үстіне тұзымызды және жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Ұн міндетті түрде высший сорт ұн болу керек. Және газдалған сусын осы жақсы қаттаманың слоенный болып шығу үшін осы қаттаманың фишкасы деп айтуға болады. Қалған ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Әдемі жұмсақ, біркелкі қамыр шығу керек. Рецепт описанияда жазылып тұрады. Қамырымызды жақсылап илегеннен кейін жарты сағатқа бетін жауып демалдырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін уже қолдана берсек болады. Бізде қамырымыз дайын, пакетке салып қойып қоямыз жарты сағатқа. Қамыры аламыз да 1/3 бөлікке бөліп аламыз. Үш бөлікке бөліп зуаламыз жасаймыз. Енді бұны еттің қамыр сақты жұқа етіп, 3 қамырымызды жайып аламыз. Үш қамырымызды да жұқа етіп жайып аламыз. Ерітілген маргаринімізді жақсылап жағып шығамыз, бір тегіс етіп.
Yaxshilab jag'ib, üstüne ikinci xamirimizni tösep, onun üstüne sarmayımız, margarinimizni jag'ib, tagı da üçüncü xamirni koyup o'raytın bolamiz. Çöpkeniz yok bolsa, kolmen bir tegiz etip jag'ib pişiriniz. Şedevr bo'lmasa shedra eledi. Negizi shedevrning 70% margarini жақсы. Şedevr bo'lmasa shedra eledi qo'llanуға болады. Birinchi xamirimizni maylab, üstüne ikinci xamirimizni töşeymiz. Bunu da maylab шығамыз. Endi o'sini üstüne üçüncü xamirimizni tösep maylaytın bolamiz. Mende üçüncü xamir. Endi o'sha xamirlarimizni bulay kesib, uzuncha etib o'raytın bolamiz. Осыны шетінен осылай ораймыз.
Тестамызды орап болғаннан кейін мынандай мешочкқа салып, былай жар сағат холодильникке маргариніміз қатқанша жаюға ыңғайлы болу үшін жар сағат, 1 сағат холодильникке салып аламыз. Холодильниктен қаттамаларымызды шығарып жаятын боламыз. Майымызға азырақ май пісіре береміз, пісіріп аламыз. Араластырып отырып, қозғай отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Қызып тұрған асты қалың ыдысымызға осылай айландырып отырып, қызарғанша екі жағынан пісіріп аламыз.